кездесу болғаннан кейін сөйлестіңіздер, таныстыңыздар. Қалай ойлайсыз? Бинұрдың талғамындағы жігітке келе ме Нұрдәулет? Келуі мүмкін бе? Неге келмеске, негізі келеді екеуінің мінездері деген сияқты. Нұрдәулет ағамда енді сәл тұйықтау деген, Бинұр наоборот ашық қыз, негізі сәл тұйықтау келеді, негізі екеуі балауса. Ойым шашыраңқы болып тұр негізі қазір. Неге? Білмеймін балауса хан. Неге қобалжып отырсыз? Жоқ, қобалжып отқан жоқпын, өз сәл түсініксіз неде отырмын, жағдайда отырмын. Келгенін қалап отырсыз ба? Жоқ, кейсін, балауса хан бақытты болсын деген, әр адам бақытты болуға лайықты ғой. Бекер қайтардым деген сияқты ойлар жоқ па? Жоқ, балауса ханым, ондай өкініш жоқ. Мен сол жаңағы айтып жатқаным өзара сәл түсініксіз болып отырмын. Негізі балауса ханым сол алдында да кетіп бара жатқан кезде Тимур айтты ғой, мен танысып көрсем деген сияқты. Сол уақытта өзінің сөзін айтып кеткен болатын. Жоқ, мен бір адамға келдім, ары қарай мен бұл жерде қалмаймын деген сияқты кетті. Бірақ та мен сонда да қорықпай енді ішімде қалып қалмасын деп айтқан болатынмын. Енді білмеймін. Шынымды айтсам, кішкене енді 50-50 болып тұр. Келді, келмеді деген сияқты. Енді жаңа анонста да айтып жатыр ғой. Мен талаптарыма толықтай келесің деген сияқты. Ал оның талаптарына сен келесің ба деген сияқты анонста айтқан. Енді білмеймін, ол қыздың талаптары қандай. Сәл бар енді кішкене қорқыныш. Күмән, қорқыныш бар, бірақ бәрібір де үмітіңіз де жоқ емес. Үмітім де жоқ емес. Енді құрметті көрермен, сол Бинұрдың келген, келмегенін білетін уақыт жеткен сияқты. Ендеше шақырайық. Бинұр, келіңіз. Бинұр, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Көргенімізге өте қуаныштымын. Мен де өте әдемі болып тұрсыз. Рахмет, сіз де өткен жолы енді осы жерден көңіл күйіңіз түсіп, жылап қалып едіңіз. Ал бүгін жарқырап кіріп келдіңіз, көргенімізге өте қуаныштымыз. Мен де. Келгеніңізге рахмет. Нұрдәулет үшін деп айтайық енді. Ал? Қош келдің, Бинұр. Рахмет. Көп рахмет. Сөзімді қалдырмай осында келгеніңе, әйтпесе позор болатын ем деп. Шынымен қатты қуанып тұрмын негізі. Бірақ Бинұр жауабын айтпады сізге. Жоқ, енді келгеніне қатты қуанып тұрмын да, қазір жауабын берсе вообще екі еселенеді деген сияқты ғой. Бинұр, жақсы шығарсыз. Өзіңізді тыңдайық. Қалай болды? Осы жерде енді таныстық тоқтады. Содан кейін не болды? Білмеймін, бір енді кешірімін сұрап, бәлкім Нұрсұлтан хабарласқан шығар дегендей. Немесе одан кейін енді қалай естідіңіз? Қалай шешім қабылдадыңыз? Қалай келдіңіз? Бәрін тыңдап тұрмыз. Жоқ, Нұрсұлтан мен мүлдем сөйлеспедік. Осы жерде бітті, болды. Бірақ өте көп маған ел өте көп нәрсе жазды, өте бір жаман пікірлер жазды. Соны бір көтере алмадым, үйде отырып. Сіздің жазығыңыз не? Білмеймін, сол мен де түсінбедім. Мен жылап қалдым ғой, сол не үшін жыладың, ол сені екі баласымен тастап кетті ма деп неше түрлі жазған болатын. Ата-анама тиіскен болатын, не үшін жібердіңіз бағдарламаға 18 жаста деп. Солай болған. Мен үйде болған жоқпын, когда Нұрдәулет ұсыныс тастады ғой. Племянницалармен далада жүргенмін. И маған бәрі жазып жатыр, видео жіберіп жатыр, қара көрдім ба деп. Сол үйге барып, 3 күн өтті ғой, сол көп ойланып, мына жерге келдім. Енді мен ойлаймын, жаңа айтып жатсыз ғой, ел жазып жатыр, неге жылайсың дегенде. Мен ойлаймын, бір сезімнің ашылып кеткендігінен емес, ол кезде бір ыңғайсыз ситуацияға қалып қойып, жаңағы үйдегілерден сұранып келіп едім, ағамнан сұранып келіп едім деген бір үмітінің ақталмағанына жылап отыр деп түсіндім мен өз басым сол кезде. Өздері астап отыр. Содан Бинұр, сіз естідіңіз, ойландыңыз 3 күн бойы. Бірақ негізі сіз оған дейін осы ортаға келіп жүргенде Нұрдәулетті байқап педіңіз? Бұрдан білемін, телевизордан көргенмін, бірақ бұлай мүлдем сөйлеспедік. Сізге сөз салған кезде, жалпы енді болады ғой қыз баласының ойында, бұл менің талғамымдағы азамат емес қой тіпті деген сияқты ой болуы мүмкін. Немесе керісінше